Баршаңызға сәлем, iCook каналына қош келдіңіздер. Бұл видеода жұмсақ, дәмді әрі нәзік болып шығатын сметаник жасаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды, қопсытқышымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін қантымызды қосып, одан кейін бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, қолымызбен жақсылап үгітеміз. Крошка болып, жаңағыдай ұнтақталып, песочный тесто шығу қажет. Нәтижесінде осындай ұсақ үгітіліп тұрған тесто шығады. Осыған енді жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған тестомызды тоңазытқышқа, салафанға салып, жарты сағатқа алып қоямыз. Отыз минуттан кейін тоңазытқыштан тестомызды шығарып, оны екі бөлікке бөлеміз. Оның бір бөлігі сметаниктің основасына, яғни астына жаюға, ал екіншісі жартысы бізге бортик жасауға қажет болады. Өзіңізге ұнаған оқтаумен болса, оқтаумен немесе стаканның көмегімен жайсаңыз болады. Қолмен де жайсаңыз да болады. Маған қолмен ыңғайлырақ. Сөйтіп, жаңағыдай тестоны формаңыздың ішіне жайып шығасыз. Неғұрлым бір келкетіп жасайсыз, соғұрлым сметаник әдемі көрінетін болады. Енді қаймағымызға жұмыртқамызды, одан кейін қантымызды салып араластырамыз. Мен сіздерге кеңес берерім, миксермен емес, венчикпен араластырған дұрыс болады. Сонда жаңағы массамыз кішкене қоюырақ болып тұрады. Дайын болған массамызды формамызға құйып, 180 градуста 40 минутқа жібереміз. Сметаник піскеннен кейін суытып формадан түсіреміз. Сметаник өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Бұл сметаниктің құрамында тек қана қаймақ бар деп айта алмайсың. Дәмі өте ерекше, нәзік. Бұл сметаник прям ауызда ерейді қыздар. Сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер. Тәжірибелеріңізбен комментарийда бөлісіңіздер. Видео ұнаса арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз.